Жоқ, мен Дисней ханшайымы емеспін. Мүмкін сен кішкентай ханшайымсың. Жоқ, мен ханшайым емеспін. Шашың сиқырлы ма? Отың бар ма? Жануарлардың тілін түсінесің бе? Уланғасың ба? Киімің бар ма? Сендердің жандарың бар ма? Өзі, сен ханшайымсың ба, немесе су астында өмір сүре алатындай бір патшайым шығарсың мүмкін. Кім біледі? Жоқ, мен ханшайым емеспін, мен адаммын. Мүмкін сен жануарлардың тілін түсінетін шығарсың. Әкең қатал ма? Менің анам да жоқ. Біздің де. Қыздар-ау, болды. Хей, ханшайымым, мүмкін сенің атың бар шығар? Кім біледі, мүмкін. Я, мен сол жайында айтқым келген еді. Мәссаған керемет, бұл ханшайым. Киімің неменеге жаман, ауыстырсай, бұл ескі киім. Күшті ғой, менде осындай болса, менде де, и бізде де. Давайте осыны киім. Мен шыққандарымды жұмсайын. Не деген керемет киім өзі мынау. Ұнады. Сен нағыз ханшайымсың. Не деген керемет. Пенелопа ханшайым жасасын. Не деген жұмсақ киім екенін айтсаңшы, Пенелопа. Керемет қой мынауың. Айтпаңдар, қыздар, зор мынау. Ғажабымды көрсете өмірдің. Қыздар, өлең айтпаңдаршы. Сонда түсінбедік. Енді өлең айту деген сәл бір түрлі болады, қыздар еке. Айтпай қоямыз. Бірақ біз ханшайымыз, өлең айтуымыз қажет қой. Маған ұнамайды өлең айтқан, даусым жаман. Кім біледі, даусың әдемі шығар деп ойлаймыз, ханшайым. Кім біледі? Я, сендер дұрыс айтасыңдар, ән айтып көру керек маған. Хай, лайлым, лай-лай-лай. Ой, лай-лай-лай. Лай-лай-лай, дікіншін. Даусың жаман емес. Енді қалай айтсақ болады? Түсінесің ба? Даусың жаман. Ой, білемін. Қыздар, кешіріңдер. Сендердің жындарыңа тиген үшін қазір даусымды дұрыстауға тырысамын. Давай. Ал сенің күшің бар шығар, я? Мүмкін сен төбелесе алатын қыз шығарсың. Немесе жігітің? Кім біледі, жігіті бар шығар мына қыздың. Түсін бұйырмасын деп ойласқан. Ау, сонда сенің атың Пенелопа? Жоқ, Пенелопа. Түсінбедім. Айтсаң болды. Жоқ, бірақ қыздар, тоқта. Мүмкін сен су асты ханшайымы шығарсың? Жоқ, олай емес. Мен бар болғаны адаммын. Яғни конфетный өмірде өмір сүремін. Сонымен менің ағам бар. Я, дәл солай. Осымен біздің видеомыз бітті. Сау болыңыздар.